Асқазан жарасы асқазанның қабырғаларында ойық жаралардың пайда болуымен көрініс беретін созылмалы рецидивті патологиялық ауру. Бұл аурумен көбінесе 40 жастан асқан ер адамдар жиі ауырады. Бұл аурудың себебіне тоқталатын болсақ, ең бірінші бұл хеликобактер пилориді жұқтыру, яғни бұл инфекция. Гастритке де жараға да алып келетін бұл инфекцияның емі кезінде, сондықтан да антибактериалды ем қолданылады. Екінші бұл психоэмоционалдық стресс жағдайлары. Адам организмінде депрессия, стресс болған кезде ең бірінші асқазан зақымдалады. Үшіншіден алиментарлық фактор бойынша, яғни дұрыс тамақтанбау, өте ащы, майлы, өте ыстық тағамдар жеген кезде және де аш жүрген кезде асқазанның секрециясы шамадан тыс күшейіп, оның ішінде тұз қышқылының түзілуіне арттырады және де осы жараның түзілуіне алып келіп соғады. Төртіншіден алкоголь, темекі және де кофені шамадан тыс қолдану. Темекі шегетін темекі шекпейтін адамдарға қарағанда ауру жиілігі 2 есе жоғары болады. Себебі темекінің құрамындағы никотин жараның түзілуіне жағдай жасайды. Яғни асқазанда тамырлар болады, солар тарыла бастайды никотиннің әсерінен. Асқазанның кілегейлі қабаты болады, сол қабаттары зақымдалады, тұз қышқылының секрециясын арттырады және тамақтағы эвакуацияны жылдамдатып, осы жараның түзілуіне алып келеді. Алкоголь де, кофе де дәл осылай әсер етеді. Бесіншіден бұл дәрі-дәрмектер, яғни қабынуға қарсы стероидті емес препараттар, мысалға соның ішінде ең жиі асқазан жарасын шақыратын бұл аспирин препараты. Клиникалық көріністеріне келетін болсақ, бұл аурудың 3 синдромы болады. Ауырсыну синдромы, диспепсиялық синдром және де астеновегетивті синдром. Жеке тоқталатын болсақ, ауырсынуға байланысты әртүрлі уақыттарда болады. Мысалға, ерте ауырсыну деген бар, тамақ іш болған соң жарты сағат 1 сағаттың ішіне басталады. Ауырсыну 1-2 сағатқа дейін созылып, одан соң ғана басылады. Кеш ауырсыну деген бар, тамақ ішкен соң 1,5-2 сағат, кейде 3 сағаттан соң басталады. Сондықтан да көп адамдар тамақ ішкеннен кейін қазір ауырады деп қорқа бастайды, яғни қорқу белгісі қалыптасады. Сосын түнгі ауырсыну деген бар. Түнгі уақытта асқазан тұсы ауырсына бастайды. Төртінші бұл аш қарынға ауырсыну. Тамақтан соң 6-7 сағат өтеді ғой, сол кезде адамның қарны ашатын уақытта қатты ауырсына бастайды. Тамақ ішсе ол ауырсыну синдромы басылады. Енді диспепсиялық синдром деген бар, яғни асқазанның қыжылдау, кекіру, тәбеттің төмендеуі, жүрек айну, құсу және де ішектік диспепсиялық белгілер байқалады. Сосын астеновегетивті бойынша науқас шаршағыш болады, терінің түсі бозғылтанып, мрамор түстес болады, терісі салқын немесе ылғалды түрде болуы мүмкін. Брадикардия деген бар, яғни жүрек соғысының жиілігі баяулайды. Және де асқазанның тұсы, яғни эпигастроиманы басқан кезде ауырсыну синдромы байқалады. Зерттеу әдістеріне келетін болсақ, физикалық осмотр кезінде науқастың тілін қараған кезде налеттарды, яғни ақ түсті жабындыларды байқай аламыз. Сосын лабораториялық бойынша жалпы қан анализін тапсырады, ол жерде анемияның белгілері болуы мүмкін. Яғни темір тапшылықты анемия немесе воник тапшылықты анемия. Және ең басты көрсеткіш бұл ФГДС, яғни асқазандағы жараны нақты көреді камера арқылы эндоскоппен, яғни жараның мөлшері қанша, саны қанша сантиметр барлығын анықтап береді. Және де біз нәжісті жасырын қанға зерттеуіміз керек, себебі асқазанның ешқандай асқынулары болған жоқ па, қан кетулер жоқ па екендігіне көз жеткізуіміз керек. Емдеу жоспарына келетін болсақ, шылым шегуден бас тарту, алкогольді тоқтату және де қандай да бір дәрілік препараттарды, мысалы аспирин, қабынуға қарсы препараттар болса, оны тоқтату керек. Сосын міндетті түрде диета номер 1 стол тағайындалады, яғни аз-аздан майлы емес, ащы емес өнімдерді бөліп уақытылы ішу керек. Сосын енді оның тудырушысы негізгі хеликобактер пилори болғандықтан оған қарсы біз антибактериалды ем жүргіземіз. 3 комплексі, 4 комплексі ем деген бар бізде. Яғни ол жерде 2 түрлі антибиотик және де 1 ингибитор помпа және де висмут препараттары қолданылады. Оның барлығын науқастың жағдайына қарай дәрігер тағайындайтын болады. Егер біз уақытылы ем алмайтын болсақ, бұл асқынуларға дейін алып келуі мүмкін. Яғни жара ашылып кететін болса, қан кету, перфорация, пенетрация және де сол жерге привратинг деген бар, яғни қылтаның тарылып, яғни стенозына және де ең қауіптісі асқазан рагына дейін алып келеді. Сондықтан да денсаулықтарыңызды күтіңіздер. Денсаулық бізге Алланың берген аманаты. Денсаулықтарыңыз мықты болсын.